Барлықтарына сәлем, сіздермен бөліскім келетіні, біз екі түрлі сөйлесе аламыз. Ішімізден және дауысымызды шығарып. Дауысымызды шығарып сөйлегенде біз энергия жұмсаймыз, және ол сөздер маңызды жаңағы айтып жатқан адамға керек мағыналы нәрсе болу керек. Ал басқа мағынасыз керек емес, өзіңіздің жаңағы ойыңыздағы ойыңызды міндетті түрде дауыстап барлығына айтудың қажеті жоқ. Оны сіз ішіңізден сөйлеуге болады. Ішімізден сөйлеуге болады. Яғни ішімізден сөйлеп жүруге болады. Кейбір адамдарда мысалы, яғни әдет болып кеткен, привычка әдет, олар барлық ойына келген нәрсені дауыстап айтады. Қасындағы адамға ол қызық па, қызық емес па, маңызды емес. Мен ондай адамдарға таң қаламын, бірақ әрине ол әдет болғандықтан оларға ол нормальный нәрсе. Бірақ кейде тыныш ішімізден сөйлеу